Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз өте әдемі, тез дайындалатын, ауызда еритін M&M's печеньесін әзірлейміз. Бізге керекті заттар экранның шетінде және де описаниеде толық жазылған. Бөлме температурасындағы сары майға қантты қосып, жақсылап араластырамыз. Микротолқынды пеште майды ертіп алдым. Екі орташа жұмыртқа қосамыз. Араластырып, жарты шай қасық тұз саламыз. Құрғақ ингредиенттерді бір-біріне қосамыз. Бізде какао, разрыхлитель ұн, сол үшеуін жақсылап араластырып аламыз. Електен өткізіп, үш бөліп қосамыз. Басында венчикпен араластырып, қоюланғаннан кейін лопаткамен араластырамыз. Біздің массамыз осы видеодағыдай болып шығу керек, көп араластырмаймыз. Кондитерлік мешокқа салып аламыз. Печеньеміз өте тез дайындалатын болғандықтан, алдын ала пешті 180 градусқа қосып қойдым. Печеньенің көлемін өз қалауларыңызша жасайсыздар. Егер үлкенірек жасайтын болсаңыздар, 20, майдалап жасасаңыздар, 30 тал шығады. Араларын алшақ-алшақ құйған дұрыс, себебі көтерілген кезде жабысып қалуы мүмкін. Ал енді M&M'сті өстіп әдемілеп салып шығамыз. «180 градуста қызып тұрған пешімізге 15 минутқа салып пісіріп аламыз. Үлкендердің де, балалардың да көңілінен шығатыны сөзсіз. Жасап көріңіздер.